Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге хаттама нанның, яғни жуа қосылған нанның ең оңай рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Осындай үлбіреп, жұмсақ болып шығады. Дәмі өте керемет, ауызда еритін болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен 360 грамм ұнымызды ыдысымызға салып аламыз, және де міндетті түрде суымыз жылы болу қажет, яғни 200 грамм судың үстіне бір ас қасық сұйық майымызды және жарты қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде суыңыз жылы болу қажет, сол кезде сіздің хаттама наныңыз жұмсақ болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай суымызды аз-аздан құйып, осылай қамырларымызды алғашында қасықтың көмегімен біріктіріп алатын боламыз. Суымыздың барлығын бірден құйып жібермейміз. Бірден құйып жіберсеңіз, қамырыңыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сонан кейін қолыңыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды қолыңыздың көмегімен осылай 10-15 минут жақсылап иін қандырып, таза целлофанға кигізіп, 20 минутта қалдыратын боламыз. Ендігі кезекте біз қазір салмасын дайындаймыз. Ол үшін 3-4 дана пияз қажет болады. Жақсылап жуып тазалап, видеодағыдай етіп турап шығатын боламыз. Сонан кейін мен көк жуа қостым. Сізде болмаса, ол міндетті емес. Маған көк жуа ұнағандықтан осылай барлығын қосып шығамын. Пиязыңызды тураған кезде кішкене қылып майдалап турауыңыз қажет. Мінекей енді соңында тұзымызды қосып, жақсылап бір араластырып аламыз. Бізде қамырымыз 20 минут уақыт өтті. Енді жақсылап тағы да қолыңыздың көмегімен иін қандыратын боламыз. Сонан кейін қолыңызбен осылай ұзынша етіп аламыз да бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде тұп-тура 7 бөлік шықты. Әр бөлікті осылай қолыңызбен қайырып, домалатып қоятын боламыз. Видеода көріп тұрсаңыздар, қамырымыз осындай жұмсақ, біркелкі, бір тегіс болуы қажет. Енді осы қамырымызға кішкене ғана ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен жұқа етіп шайып шығатын боламыз. Бөліктерге бөлінген қамырдың үстіне целлофан жабуды ұмытпаңыз, кеуіп кетпес үшін. Мінекей мен жайып шықтым, осындай жұқа болып жайылуы қажет. Сол кезде сіздің хаттама наныңыз керемет болып шығады. Үстіне маргарин немесе сары майыңызды 80 грамм дәл осылай ертіп алып, үстіне барлық жеріне жағып шығамыз. Және де осылай пиязын әр жерге қолыңызбен жайып салып шығатын боламыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, сізде 7 дана хаттама нан шығатын болады. Әрине, ол сіздің жасап жатқан хаттама нанның көлеміне байланысты болады. Менде 7 данасы шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай пиязымызды барлық жеріне жеткізіп, осылай жайып шығатын боламыз. Яғни бір жерде үйіліп қалмауы қажет. Барлығын жайып болғаннан кейін видеодағыдай шетінен бастап жақсылап орап шығатын боламыз. Және де осы ұзынша болған қамырды, яғни өзін қайтадан орап, дәл осылай барлығын жасап шығатын боламыз. Мінекей мен барлығын жасап шықтым. Осылай үстінен басып қоясыздар, сол кезде қамырларыңыз бірігетін болады. Сонан кейін оқтаудың көмегімен дәл осылай үстінен жай ғана сәл ғана баса отыра жайып шығатын боламыз. Сонан кейін табамызды міндетті түрде жақсылап қыздырып аламыз да, ешқандай да май құймайсыздар. Осылай екі жағын қызартып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Бұл хаттама нанды пісірген кезде міндетті түрде табанның қақпағын жабуды ұмытпаңыз. Мінекей мен де барлығын пісіріп алдым. 7 данасы шықты. Қараңыздар, жұмсақ, өте керемет болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.